Армысыз оқушым, қалайсыздар? YouTube каналға видео салмалы көп болды. Сіздермен кері байланыс жасау үшін мен бүгін теңсіздіктер деген тақырыпқа арналған С деңгейінің өте қиын есебін түсіндіріп беремін. Сіз алдымен өзіңіз шығарып көріңіз. Егер сіз бұл есепті шығара алған болсаңыз, теңсіздіктер тақырыбын 100% меңгерген боласыз. Негізі біздің Даму Академия білім беру орталығының оқушылары бұл тақырыпты өтіп кетті. Егер сіз басқа оқу орталықтан болсаңыз, немесе 6 класс болсаңыз, және бүгін қазан айының соңғы жағында бұны негізі өтпеген болу керексіз. Мектеп программасында бұл әлі алда, кез келген оқу орталық мектеп бағдарламасымен бірдей жүреді. Біздікі сәл ерекше, неге? Себебі біз нишпен кітаптар дайындаймыз. Ол жақта нағыз керек есептерді қазірден бастап меңгеруді жөн деп санадық. Ендеше көп созбай, пауза қосып шығарып көріңіз. Егер каналда 7 оқитын балдар болса, 8 оқитын балдар болса, шығарып көрулеріңізге болады. Бұл сізден білімдеріңізді нығайтады. Сіз біздің каналға тіркелдіңіз бе? Сіз әлі тіркелмеген болсаңыз, мына жерде тіркеліп қойыңыз. Сонымен қатар қоңыраушыларын басып қойыңыз. Біз сізге есептер салып тұрамыз. Негізі видео біз салудамыз, бірақ олар жабық. Яғни тек қана сілтеме арқылы көрінеді. Оны біздің курсты сатып алғандар және біздің оқу орталығымызда офлайн қатысып жүрген оқушылар алады. Ал егер сізге ондай видео жетпеген болса, яғни сіз біздің курсқа әлі жазылмадыңыз. Ендеше мына есептің қалай шығару жолын көрсетейік. Бірінші істейміз 2, 10, 4 және 5 деген сандарға бөлінетін сан іздейміз. Бұл қандай сан? Ол әрине 20 деген сан. Яғни біз мына бөлшектің бөліміндегі сандардың барлығы бөлінетін 20 деген санға көбейтеміз. Теңсіздіктегі барлық санды 20-ға көбейтеміз. Бірінші сан 20-ға көбейтеміз. Екіншісін, үшіншісін және төртіншісін. 20 мен 2 қысқарады 1, 10 қалады. 20 мен 10 қысқарады 1, 2 қалады. 20 мен 4 қысқарады 1, 5 қалады. 20 мен 5 қысқарады 1, 4 қалады. Ары қарай 10-ды 3 көбейтеміз 30. Жақшаның ішіне x қосылған 1 деп жазамыз. 2-ні 7 көбейтеміз 14. Жақшаның ішінде x қосылған 5. Мына 14-тің алдына минустан басып қоямыз. Себебі мына бөлшектің алдына минустан басып тұр. Кіші белгісін қойып қоямыз. 5-ті 5 көбейтеміз 25. Жақшаның ішіне x азайтып 3 жазамыз. Мына жерде 4 қалып қойған. 16 таңба плюс 4 жазамыз. Қалған 4x плюс 9-ды жақшаның ішіне жазамыз. Ал енді жақшаны жеке-жеке ашамыз. 30-ды x көбейтеміз 30x. 30-ды 1 көбейтеміз 30. Минус 14-ді x көбейтеміз минус 14x. Минус 14-ді плюс 5 көбейтеміз минус 70. 25-ді x көбейтеміз 25x. 25-ді минус 3 көбейтеміз минус 75. Плюс 4-ді 4x көбейтеміз плюс 16x. Плюс 4-ді плюс 9 көбейтеміз плюс 36. Ал енді x-терді x-ке сандарды сандарға қосамыз. 30x азайту 14x болады 16x. Плюс 30 минус 70 болады минус 40. 25x қосылған 16x болады 41x. Минус 75 плюс 36 болады минус 39. Енді қараңыз, 16x тұра береді. 41x таңбасын өзгертіп минус 41x болып келеді. Минус 39 тұра береді. Минус 40 таңбасын өзгертіп плюс 40 болып барады. 16x азайту 41x болады минус 25x. Кіші белгісі тұра береді. Минус 39 плюс 40 болады плюс 1. Мына минустар құтылу үшін теңсіздікте минусқа өтеміз. Минус 25x-іміз 25x болып кетеді. Плюс 1-іміз минус 1 болып кетеді. Кіші белгісі үлкен болып кетеді. Ал енді бізге x-ің өзі керек, сол себепті теңсіздікті 25-ке бөлеміз. 25x-ті 25-ке бөлсек x болады. Минус 1 25-ке бөлсек минус 25-тен 1 болады. Біз 10-дық бөлшекпен аламыз. Ол үшін екі жағында 4-ке өтейік. X үлкен минус 100-ден 4. Немесе x үлкен минус 0,100-ден 4-тен. Енді жауап жазамыз. Ол үшін координатты түзу жасаймыз. Минус 0,100-ден 4-ті белгілейміз. Оны дөңгелектейміз.
Енді біз дөңгелектің ішін бояймыз ба, боямаймыз ба деген сұрақ жауап береміз. Бұл бізде қатаң теңсіздік, сол себепті боямаймыз. X үлкен минус 0,104-тен үлкен жағын шешіп минус 0,104-тен. Ол бізде 10 жағы. Қай жерге шешіп плюс шестік. Енді жауап жасақ. X жаты минус 0,104-тен плюс шексіздікке дейін. Плюс және минус шексіздік ылғи да жай жақшамен берілген. Ал мына қатаң теңсіздіктің ол да жай жақшамен берілген. Сонда жауабы x жаты минус 0,104-тен плюс шексіздікке дейін. Екеуі де жай жақшамен берілген. Егер сіз бұл тақырыпты түсінген болсаңыз, бізге комментарийға лайк қойып кетіңіз және өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіз бұл тақырыпты мектепте меңгердіңіз бе, немесе оқу орталығында меңгердіңіз бе? Соны жазып кетіңіз, және сіз бүгін, дәл бүгін қай күні қарап тұрсыз видеоны, сол күнді де жазып кетіңіз. Біліп отырайық, сіздің қашан бізбен теңсіздік тақырыбын үйренгеніңізді. Ал ендеше барлық видеоны дұрыстап қарап алыңыз, бұл сіздерге пайдасын тигізеді. Дәптерге жазып алыңыз. Сізге деген құрметпен, сізге деген сеніммен сәлем айлаңыз.